Шоқан ақылды да парасатты Айғаным әжесінің бауырында өсті. Жастайынан аңыз ертегі, өлең жырға қанық болды. Кішкентайынан хат танып, кітап оқи бастады. Сурет салу қабілеті де ерте оянды. Шоқан 12 жасында Омбыдағы кадет корпусына оқуға түсті. Әуелде бір ауыз орысша білмейтін. 2-3 жылдың ішінде озық оқушылардың қатарына қосылды. Шоқанға мұғалімдері болашақ ғалым, зерттеуші деп қарайтын, дейді досы Потанин. Шоқан Семей, Аягөз, Алакөл, Тарбағатай, Баянауыл, Көкшетау жерлерін аралады. Ыстықкөл аймағында болды. Ауыз әдебиетінің үлгілерін жинады. Қырғыз халқының Манас жырын алғаш хатқа түсірді. Шоқан туған халқының жақсы өмірге жетуін қалады. Оқып, білім алуын армандады. Ол барлық жақсылықты алдағы өмірден күтті.